Армысыздар оқырмандар, назарларыңызда тағы да Сейіт қазынасынан 85 тыйым сөз виртуалды акциясы. Қажеттеріңізге жарайды деген оймен қазақтың ырым тыйымдарын өздеріңізбен бөліскім келіп отыр. Қыз балаға шаш өссін деп желке жегізбейді. Баланың желкесі шұқыр болса, немесе желкесінен сүйсе, кесір болып өседі. Баланың орайы екеу болса, екі рет үйленеді. Шөбересінің алақанына су құйып ішкен қарт жұмаққа барады. Бала көк жөтел болса, көк ат мінген жолаушының жолын тосып, көлденеңді көк атты көк жөтелдің еміне деп сұрайды. Ол нендей ем айтса, ауру балаға соны қолданады. Бесіктің бас жағына пышақ, қайрақ, қамшы қояды. Мұндайда шайтан, жылан, жәндік тышқан келмейді деп жорыған. Балаға айналып ауылдан шықпайды деп айналшық жегізбейді. Батырдың, ақынның, шебердің, палуанның сарқытын жегізсе, немесе олар сәбидің аузына түкірсе, олардың жақсы қасиеті мен өнері балаға қонады деген ырым бар. Қазақтың дәл осындай рухани қазынасын ұмыт қылмай, біліп, қолданып жүрсек, отбасыларыңыз берекелі, ұл-қыздарыңыз тәрбиелі өсері анық.